Тамаша. Батырдың биін айтсаңыздар, құрметті көрермен, біз тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, тамаша нотада, тамаша көңіл күйде бүгін бізде қонақта әнші, композитор, саксофоншы Ермек Меденов және оның өзінің батырымен келіп отыр. Қош келдіңіздер. Батырхан Ермекұлы, көргенімізге өте қуаныштымыз енді. Әнмен бастағанның өзі қандай бір жақсы көңіл күй ме? Бір тағаның балаусаның чечевицадан жасалған тағамын жедік, артынан әнмен билеп жатырмыз. Көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер тағы да. Қалайсыздар, бәрі жақсы ма? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қайырлы таң, Қазақстан. Жақсымыз. Сол сіздер шақырғаннан кейін келіп қалдық. Қонаққа. Енді Батырды көріп отқанымызға тіптен қуанып отырмыз. Батырхан бүгін бізге құрметті көрермен Құрал ақымыз әнмен де келіп отыр. Енді жаңалықтармен бөлісіп бастайық. Сол Батырхан екеуміз бір ән жаздық. Әкемен бала? Иә, күнім айым деп аталады. Өзіміздің семейлік сазгер ағамыз Кентау Назарбектің әні. Бұл әнді кезінде кішкентай кезімізде өзіміз айтқанбыз. Енді сол әнді жаңартып екеуміз алғашқы дуэт па? Алғашқы дуэт, иә. Енді Ермек мырза, қазірден бастап жатсыз. Батырхан нешеде? 9-да, иә? 9-дан бастап сіз сахнаға шығарып жатсыз, иә? Иә. Енді қалай жалпы болашақта, мысалы Қайрат Нұртас сияқты бір анасы продюсерлік бастап кетті, иә? Кішкентай кезінен бастап. Сіз бір сондай жобамен айналысуға, Батырханмен айналысуға қалай қарайсыз? Жоспар бар ма? Әрине. Өйткені қазір мен өзім қалаймын. Өнерде жүрген, бірақ өзі біледі ғой негізі. Батырханнан сұрайықшы. Өзі әнші болғың келеді ме? Кім болғың келеді? Футболист, әнші білмеймін. Футболист, әнші, әзірге екеуі. Или актер. Актер. Мәссаған. Кім сияқты актер болғың келеді? Жақсы көретін актерің қандай? Том Холланд. Тамаша. Ал әншілерден? Ешкім. Әзірге ешкім болып тұр? Қатты ұнамайды. Қатты ұнамайды, әкеші? Білмеймін. Тамаша. Енді Ереке, бүгін сіз келгеннен кейін біз Ереке келеді деген саксофонмен бірге күткенбіз негізі. Ол сіз елестету мүмкін емес сияқты болып кетті. Барлық үйлесімі. Және де композитор деп жатырмыз. Композиторлықта қандай қызықтар, жаңалықтар бар? Сазгерлігіңізде шыққан ән. Сазгерліктер енді жаңалық осы. Енді ұлыммен бастап жатырмыз. Енді арманым негізі саксофонмен өзімнің бір шағын бір альбомды бастасам деп ойлаймын. Сол Алла қаласа бастап кету керек. Қашан басталып кетеді ол? Басталады міне, Алла қаласа. Енді меніңше ең бірінші туған туысқандарыңыздан бастайтын шығарсыз. Бәріміз білеміз Айдана Меденованы, керемет әнші. Бәлкім өзіңіздің бір жаңағы қарындасыңыздан бастап солай емес па? Мүмкін, бастаймыз. Бәрі мүмкін, иә. Бірақ бұл саксофон андай тек қана мелодиялар болады да. Мен мысалы өзім қатты еліктеген Батырхан Шүкенов ағамыздың жолын қуып деген сияқты атына қойылған, атасы қойған, әкем қойған. Әкем осы Батырхан дүниеге келгенде әкем айтты, қайтесің алыстан, сенің кумирің Батырхан Шүкенов қой деген сияқты. Сол кезде осылай атын қойды. Сосын жаңалық жақында кішкентайлы болдық тағы. Бауы берік болсын. Мақпал деген жарым, Айсәуле деген. Керемет Айдай сұлу. Айсұлу, тағы Айсәуле значит болады. Айсәуле артынан болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын. Жоқ, басында Айсәуле деп қойық дегенбіз. Мен сонымен қалып қалым ғой. Тағы да Айсәуле болады. Тағы да болады деп папасы айтып отыр ғой. Біріншісі Айсұлу. Батырхан жақсы білетін сияқты, енді Батырхан БП-ні қарап атсың ба? Или бағасың ба? Не істейсің сонда? Қалай көмектесесің? Қарайым, сосын. Ән айтып бересің ба? Иә, иногда. Қандай ән айтасың? Сол күнім айымда. Күнім айым осы Айсұлуға. Содан ұйықтап қалады. Солай ма? Тамаша. Бұл әнді өстіп Айсұлуға арналып басталған ән болып тұр ғой. Ал дуэт жасау, жалпы әкенің баланың дуэтін жасау жоспарда болды ма? Жоқ, жоспарда болған жоқ. Жаңағы әнді мен өзі кішкене кезімнен осы ән ұнайтты, күнім айым дегенді. Құр осы немен деп Ямахмен ойнап не істеп отқанда өзі келіп қосылып көрші дегенде осылай
болды да осы. Аяқ астынан? Иә, аяқ астынан. Табиғи. Ал оның алдында музыкаға деген дым не ұнамайтын. Қазір енді міне Енді шабыт ашылып бара шабыт ашылып. ақырын енді Дұрыс. айтады ғой. Жас балаң бетін қақпа, Иә, бетін бұл дейді. Бұлақтың көзі ашылып, енді музыка қызығып жатыр. Бұл Меденовтар отбасы әулетінің жақында кешін концертін көріп қалуымызда мүмкін. Енді жаңа айтып жатсың, Батырханда осы 9 жасынан кішкентай, өзіңізде кішкентай менен ән айтамын дейсіз, барлығы біледі. Суперстар арқылы біздің арнамыздағы керемет жобадан халық кеңінен таныды. Сол жобаны сағынасыз ба? Мен жалғыз мен сағынбай шығамын, бүкіл қатысушылар сағынады деп. Көрермендер де сағынады. Иә. Енді бұл жобаның сізге тағы да не берді? Танымалдықтан басқа. Бұл жоба біздің осы үлкен өнерге, сахнаға қадам бастық деп ойлаймын. Сол жаңа үлкен сахнаға дейді ғой. Содан басталды деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстанның алдына десе, бір сол кездегі жаңа өнерде жүрген достармен қазіргі достарда айырмашылық бар ма? Кіммен араласасыз мысалы? Ол жерден бәсекелес болды ғой. Иә. Қазір енді мен көрісіп қаламыз. Былай енді қатты көре бермейміз. Әркімнің өз жанұясы бар деген сияқты енді осындай бір съемкаларда өнерде жүргеннен бірде түсірілімдерде, тойда, басқа жерде кездесіп қаламыз деп естиміз. Сол кезде бір еске алып, сондай сағынышпен енді әрине ол өте жарық сәттер ғой сол кезде. Ерекше есте қалатын кездер. Енді құрметті көрермен, біз сұхбатымызды, әнімізді жалғастыратын боламыз. Дәл қазір енді Голливуд жаңалықтарына кезек береміз, кейін әнді де тыңдайтын боламыз. Енді жаңа айта кеттік қой, біздің Батырханның киноға түскім келді, актер болғым келеді деген арманын орындап, карьерасын бастап кеттім деп жаңа сіздер сюжетке көріп жатқан кезде айтып кетті. Қандай киноға түстің, Батырхан? Ұлы дала таң. Ұлы дала таңы. Кімнің рөлін ойнадыңыз? Мұхаммед Шайбани. Мұхаммед Шайбанидің кішкентай кезін ойнағансың. Саған қиын болған жоқ па? Түсірілімде болу оңай емес қой негізі? Қиын болған жоқ. Тарихи рөл, иә. Просто грим көп тұрды. Мәсі. Көп тұрды. Сен шын жүректен құттықтаймыз. Мынандай үлкен, тарихи, керемет кинодан бастап Ақан Сатаевтың фильміне түсу деген, ол өте керемет көрсеткіш біле білсең. Менің әпкем, апайымның ұлы тоже главный рөлді ойнады. Қасыпханның кішкентай кезін сомдады. Солай ма, мәс саған енді керемет шынымен. Ән жаздыңыз, киноға түстіңіз. Енді бір футболдан жетістік керек, армандарыңыз орындалып тұр екен ғой? Бүгін не соревнование етті, әдейі сіздер үшін болшы екен. Уже соревнование өтіп кетті. Өтіп кетті. Жоқ, енді бәрі жарысқа барасың. Жарыс дедің ғой бүгін. Жарыс емес. Онда мен дұрыс түсінген Игровой. Бірақ дегенмен де қазірдің өзінен бастап жаңағы киноға да түсіп бәрі футболға да барып үлгерушісің. Керемет жарайсың, сенің жасыңда бұл үлкен жетістік. Тамаша, енді біз қонақ кеде сұраймыз. Екеуіңізден. Жанақ ән ғой. Күнім айым. Күнім, айым, арнайы біздің бағдарламаға арнап бүгін жазылып келген, Айсұлу кішкентайға арналған ән екен. Орта сіздердікі, құрметті көрермен, бізде тұсау кесер, Ермек Меденов және Батырхан Ермекұлы сіздердің құрметтеріңізге, кішкентайдың құрметіне күнім айым деген ән, сөзі Мағжан Жұмабаевтікі. Біз отырып жайғасып, барлығымыз көрек, әні Кендал Назарбек, орта сіздердікі қабыл алыңыздар. Жаным балапаным соқсын дауыл жел, болма алаң сүйген анаң сақтар анық біл. Әлі көкем ай, әлі көкем ай, құлыншақтар қозылақтар бәрі де ұйқыда. Сен жұлдызым, сен құндызым, кір тәтті ұйқыға. Құлыншақтар қозылақтар бәрі де ұйқыда.
қарғамын нерсің әлди бөпем ай әлди көкем ай құлыншақтар қозылақтар бәрі де ұйқыда сен жұлдызым сен құндызым кір тәтті ұйқыға құлыншақтар қозылақтар бәрі де ұйқыда сен жұлдызым сен құндызым кір тәтті ұйқыға сен жұлдызым сен құндызым кір тәтті ұйқыға. Тамаша. Мынау шыныменде бір әрбір ананың үйде баласын ұйықтарда қоятын бір керемет кішкентайынан құлаққа келетін әдемі ән екен. Немесе ағасының қарындасына айтып беретін әні, иә? Енді Тамаша, керемет сіздерге шынымен. көп рахмет. Тұсаукесері құтты болсын. Хит болатын әндер көп болсын дегіміз келеді. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Тек сәттілік. Амин. Рахмет сіздерге, құрметті көрермен. Біз сіздермен қоштасамыз. Алда демалыс күндеріңіз тек жақсы өтсін, сәтті өтсін. Қош, сау болыңыздар. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын.